Дінімізде анар ерекше құрметтелетін жемістердің бірі. Құранда анар жәннаттағы жемістердің қатарында аталып, оның жаратқанның адамзатқа берген берекелі ризықтарының бірі екені ескертіледі. Ғұламалар анарды жүрекке қуат беретін, рухты сергітетін жеміс деп бағалаған. Ал шығыс ислам медицинасында анарды дәнімен жеу жүрекке пайдалы саналып, асқазанға шипа, қанды тазартып, бойға күш-қуат беретін тағам ретінде қолданылған. Көп адам анарды ең алдымен қан аздыққа пайдалы деп біледі, бірақ оның құдіреті бұнымен ғана шектелмей. Ғылым бүгін анардың ағзаны қартаюдан қорғайтын, жасушаларды сақтайтын, жүрек пен тамырды қуаттандыратын ерекше қасиеттерін дәлелдеп отыр. Анардың құрамында пуниколагин, пуник қышқылы, эллак қышқылы сияқты күшті антиоксиданттар бар. Бұл заттар ағзадағы бос радикалдарды азайтып, жасушаларды зақымданудан қорғайды, қабынуды төмендетеді, бауырды тазартады, жүрек пен қан тамырын нығайтады. Ғалымдардың айтуынша, антиоксиданттық күші жағынан анар көкжидектен асып түседі. Сондықтан оны кейде жастықтың жемісі деп те атайды. Анар қанды тазартып, қою қанды сұйылтады, гемоглобинді көтеруге көмектеседі, қан айналымын жақсартады. Қан қысымын төмендетіп, тамыр қабырғаларын бекітеді, атеросклероздың алдын алады. Иммунитетті күшейтіп, ағзаның инфекцияларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Ас қорытуға жақсы әсер етіп, тәбетті ашады, шектің жұмысын реттейді. Ал оның қабығынан жасалған тұнба іш өткенде, шек қабынғанда халық медицинасында ертеден қолданылып келеді. Бауыр үшін анар нағыз қорғаушы. Ол ағзадан уыттарды шығаруға көмектеседі, бауыр жасушаларын қалпына келтіреді, созылмалы қабынуды азайтады. Анардағы табиғи қышқылдар ас қорыту ферменттерінің бөлінуін күшейтіп, тағамның жақсы қорытылуына ықпал етеді. Сондықтан оны тама алдында аздап жеп алу асқазанға да, бауырға да жеңілдік береді. Әйел адамдар үшін анардың пайдасы ерекше. Оның құрамындағы фитоэстрогендер мен антиоксиданттар гормондық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі, менопауза мен итеккір алдындағы жайсыздықты жеңілдетеді. Темір мен фолий қышқылы қан аздықтың алдын алады. Теріге сергектік беріп, әжімнің пайда болуын баяулатады. Жүктілік кезінде ағзаны нығайтып, жүрек айнуды азайтып, ісінуді басуға көмектеседі. Ер азаматтар үшін де анардың орны бөлек. Ол қан айналымын жақсартып, еркектік қуатты күшейтеді, тестостерон деңгейін қолдауға көмектеседі, қуат пен төзімділікті арттырады. Антиоксиданттары қуқасты безінің саулығын сақтауға ықпал етеді, жүрек қан тамыр ауруларының қаупін төмендетеді. Анарды күнделікті өмірге ақырын, бірақ тұрақты түрде енгізген дұрыс. Күніне бір түйір анар жеу, немесе жарты стақан сумен араластырылған шырынын ішу жеткілікті. Ең дұрысы шырынды тамақтан кейін ішу. Ал асқазанында қышқылдығы жоғары адамдарға таза, қою шырынды абайлап қолданған жөн. Мамандар жақсы анарды әдемілігіне қарап емес, салмағына, тығыз қабығына қарап таңдауға кеңес береді. Қабығы қатты, ауыр анар шырынды әрі дәмді болады. Анардың дәнін сүйегімен бірге жеуден қорқудың қажеті жоқ. Ғылым сүйектің аппендицитке еш қатысы жоқ екенін дәлелдеген. Керісінше, олар ішектің жұмысын жақсартып, табиғи тазалыққа көмектеседі. Ал қабығын кептіріп, шай орнына қайнатса, ол іш өтуге қарсы жақсы тұнба болады. Қорыта айтқанда, анар тек әдемі жеміс емес, ол жүрекке қуат, бауырға орған, қанға нәр, теріге көрік, адамға сергектік сыйлайтын берекелі нығмет. Ең бастысы, мөлшерін сақтап, ағзаның өз үнін тыңдай білу. Сонда анар сіздің денсаулығыңыздың сенімді серігіне айналады. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына көмектеседі. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.